Саламатсыздармы? Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. ақш Сириядағы әскери әуе базасын зымыранмен атқылады. Испаниядағы ETA сепаратистік ұйымы қаруын тастайтынын мәлімдеді. Қырғызстан Бәкиевті президенттен кетірген төңкерістің 7 жылдығын атап өтіп жатыр. ақш Сириядағы Шайрат әскери әуе базасын зымыранмен атқылады. Вашингтон 3 күн бұрын бейбіт тұрғындарды қазаға ұшыратқан химиялық шабуыл осы жерден жасалған деп біледі. Жерорта теңізіндегі ақш әскери кемелері Сирияның батысындағы Шайрат әуе базасын 59 рет томагавк зымыранмен атқылады. Зымыран әуежайдағы ұшу-қону алаңдарын, ұшақтар мен жанармай құю станцияларын, радар мен әуе шабуылынан қорғану жүйелерін нысанаға алған. Шабуылдан бірнеше сириялық сарбаз мерт болған. Вашингтон Сирия билігі 4 сәуірде Идлиб провинциясын көтерушілер бақылайтын Хан Шейхун қаласына химиялық шабуылды осы әуежайдан жасаған деп жориды. Ол шабуылдан 70-тен адам астам қаза тапқан. Ұлыбритания, Франция, Жапония мен Сауд Арабиясы бастаған бірнеше ел ақштың бүгінгі шабуылын қолдады. Ал Ресей оны өтірік сылтау мен халықаралық құқық нормасын бұза отырып, бір елдің егемендігіне шабуылдау деп айыптады. Қытай басшысы Си Цзиньпин ақшта ресми сапармен жүр. Оның ақш президенті Дональд Трамппен келіссөзі бүгін өтуі керек. Си Цзиньпиннің ақштағы сапарының алғашқы күні Дональд Трамптың резиденциясында ресми қонақасымен басталды. Қонақасынан кейін журналистердің сауалына жауап берген президент Трамп келіссөздің іскерлік барысы туралы ештеңе дей алмайтынын мәлімдеп, достық қарым-қатынастың негізі қаланғанын ғана айтты. Сарапшылар ақш пен Қытай басшылары екі елдің сауда-экономикалық қарым-қатынасын, Тайвань мәселесін, Оңтүстік Қытай теңізіндегі ахуалды талқылар деп болжайды. Солтүстік Кореяның ядролық қарулану жайы да бұл кездесуде сөз болуы ықтимал. Дональд Трамп былтыр сайлау кампаниясы кезінде Қытайдың саясатын сынаған, кейін Пекинді юанның курсын әдейі төмендетіп отыр деп айыптаған. Ал Си Цзиньпин Трамптың юан курсы жайлы сөзін орай, Пекин бәсекелестікті арттыру үшін валютаның манипуляциясын жасамайды деп экономикалық протекционизмді айыптаған. Twitter компаниясы Трамптың миграция саясатын әлеуметтік желіде анонимді түрде сынаған кім екенін айтыңдар деген талапты сөз бостандығын бұзу деп атады. Әлеуметтік желіге мұндай талапты елдің ішкі қауіпсіздік министрлігі қойған. Twitter ақш билігін Сан-Франциско федералдық сотына берді. Компания ішкі қауіпсіздік министрлігі мен шекара қызметінің бір қолданушыларының кім екенін айтыңдар деген талабын бұғаттауды сұрайды. Дауға Twitterдегі ақштың азаматтық пен иммиграция жөніндегі балама қызметі деп аталатын аккаунт себеп болған. ақш президенті Дональд Трамп қызметіне кіріскен соң әлеуметтік желіде осы тақылеттес әлденші аккаунт пайда болып, олар Трамптың миграцияға қатысты бастамаларын сынаған. ақш билігі ол аккаунттың иесі кім екенін айтуды сұрап, наурызда Twitterге ресми сауал жолдаған. Бірақ Twitter сөз бостандығы мен ақш конституциясы пікірді анонимді түрде айтуға кепіл болады деп біледі. Испаниядағы баскілердің сепаратистік ETA астыртын ұйымы қаруларын тастайтындарын мәлімдеді. Олар 8 сәуір күні Баскілер өлкесінің Францияға қарасты Байон қаласына жиналмақ. Еуропадағы террористік ұйым деп танитын ETA ертең қару-жарағынан бас тартатынын BBC-ге жазған хатында мәлім еткен. Ұйым өздерін бар қаруын басқа азаматтық қоғамына өткізіп берген қарусыз ұйым деп сипаттайды. ETA ертеңгі қарусыздану процесіне бейбітшілік жаулары кедергі болуы мүмкін деген қаупінді айтқан. Баскілердің сепаратистік ETA астыртын ұйымы 1959 жылы Испанияда Франко диктатурасы кезінде құрылған. Оны құрған ұлтшыл баск студенттері солтүстік Испания мен оңтүстік-батыс Францияда тәуелсіз баск мемлекетін орнатуды жоспарлаған. ETA ұйымының қолынан содан бері 800-ден астам адам мерт болған. Соңғы жылдары ұйымның ондаған басшылары ұсталған. Қырғызстан Құрманбек Бәкиевті президенттен кетірген сәуір төңкерісінің 7 жыл толғанын атап өтіп жатыр. Ол кезде қақтығыстан 80-нен астам адам мерт болған. Қырғызстан ресми мейрам күні 7 сәуірде 2010 жылғы төңкерісті мерекелеп жатыр. Бишкектің орталық алаңында сахналанған қойылым көрсетіліп, одан соң мерекелік концерт болды. Билік өкілдері ол оқиғадан қаза тапқандар мен зардап шеккендердің туыстарымен бірге 7 сәуір құрбандарына арналған ескерткішке гүл қойып, Құран бағыштады. Марқұмдарды еске алу шараларына қатысты. 2010 жылы 7 сәуірде Бишкекте оппозиция президент резиденциясы алдында митинг өткізген кезде полиция шерушілерге оқ атқан. Ол оқиғадан 86 адам қаза тауып, 100-ден астам адам жараланған. Осыдан кейін төңкеріс болып, ақыры президент Бәкиев пен оның туыстары және бірқатар шенеуніктер елден қашып шыққан. Бүгінгі халықаралық хабарлар рет осындай болды. Тағы жүздескенше күн жақсы.